Сәлеметсіздер ме? Дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын Қарғалы номер 2 Арнаулы гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Есенбекова Әлия Абдуллаевна. Сіздерге ұсынатын сабағымның тақырыбы уақыттың қадірі, негізгі және туынды сөздер. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау, жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және дара сөздерді ауызша жазбаша тілдесім барысында қолдану. Бағалау критерийлері: негізгі және қосымша ақпаратты түсінеді, мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты анықтайды, негізгі және туынды дара сөздерді ауызша жазбаша тапсырмаларда қолданады. Біз сабағымызды бастамас бұрын сіздерге видеоролик ұсынамыз. Сол видеороликті көріп тамашалаңыздар. Әрі қарай жалғастыратын боламыз. Еркетай KZ сайты ұсынады. Біз осы уақыт дегенді қалай түсінеміз? Уақыт деген не өзі? Осы видеода осы тақырыпты қозғайтын боламыз. Елестетіңізші, күнде банкіден сізге 86.400 теңге береді. Бірақ ол ақшаны сол күні ғана жаратуыңыз керек. Ертеңге қалдыруға болмайды. Осындай жағдайда не істейсіз? Әрине, барлығын сол күні пайдалы да керекті затқа жаратуға тырысасыз. Дәл осындай банк барлығымызда бар. Ол банкінің аты уақыт. Күнделікті өмір сізге 86.400 секунд береді. Сіз істеріңізді бітіріп үлгерсеңіз де, үлгермесеңіз де, ол кешкісін сол күннің нәтижесін шығарады. Егер жылдың қандай болатынын білгіңіз келсе, оны бір жыл бұрын оқуға түсе алмай, қайтадан бір жыл өткен соң ғана студент атанған адамнан сұраңыз. Егер айдың қандай болатынын білгіңіз келсе, бала күтіп жүрген жүкті әйелден сұраңыз. Ал егер аптаның қандай болатынын білгіңіз келсе, оны апталық газеттің редакторынан сұраңыз. Егер сағаттың қандай болатынын білгіңіз келсе, бір-бірімен кездесуді күтіп жүрген қос ғашықтан сұраңыз. Егер минуттың қандай болатынын білгіңіз келсе, поездына кешігіп қалған адамнан сұраңыз. Секундтың қандай болатынын білгіңіз келсе, жолы болып, жол апатынан аман қалған адамнан сұраңыз. Егер миллисекундтың қандай болатынын білгіңіз келсе, Олимпиада ойындарында алтынның орнына күміс алып қалған спортшы желаяқтан сұраңыз. Күнделікті сізге 86.400 секунд беріледі, және сол күн кешке ол жоқ болып кетеді. Бұл уақыт текке өтіп кете ме, жоқ пайдалы бола ма, ол тек өзіңізге ғана байланысты. Кеше ол тарих, ал ертең ол белгісіздік. Бүгінгі ол нақ қазіргі кез. Күнделікті сізге берілетін 86.400 теңгеңізді болмайтын нәрсеге жаратпаңыз. Уақыттың қадірін білейік. Жарайды балалар, міне видеороликті көрдіңіздер. Видеороликте бұл уақыттың қадірін білу керек жөнінде сіздерге мәлімет берді. Уақыт бүгінгі өткен уақытымыз, ертеңгі тарих. Негізінде сол уақытты тиімді пайдалану, яғни өзіңізге де өзгеге де тиімді болу ол әркімнің өз қолында екен. Сондықтан біз сендерге мынандай сұрақ қойғымыз келіп отыр. Уақыт деген не? Уақыт не үшін қажет? Уақытты қалай тиімді пайдаланасың? Уақытпен санасасың ба деген сұрақтарды талқылайтын боламыз. Ал сол сұрақтарды талқылау үшін өткен тақырыппен жаңа тақырыпты байланыстырамыз. Ой қозғау сұрақтарын ұжымдық талқылаймыз. Жалпылама сұрақтар мен жаттығу түрлерін жасайтын боламыз. Әр оқушы өз ойымен бөліседі, өзгенің пікірін толықтыратын болады. Ал енді осы сұрақтардың жауабына келейік. Уақыт дегеніміз не? Әрине, уақыт ол біздің өміріміз. Әрбір өтіп жатқан секунд, минут, сағат, тәулігіміз болып саналады. Сондықтан біз уақытты қалай пайдаланамыз? Уақыт не үшін қажет? Уақыт ол әр жасаған іс-әрекетіне есеп беру үшін қажет. Өмір көзді ашып жұмғанша өтетіні белгілі. Сондықтан адам бала кезінде бар уақытын ойынмен, ер жетіп бой жеткенде махаббатқа, ақыл тоқтатқанда жұмыс пен отбасына арнайтыны белгілі. Сондықтан осылардың барлығына уақыт қажет екендігін ұмытпайық. Және уақытты тиімді пайдаланасыз ба деген сұраққа әрине тиімді пайдалану үшін оның әрқайсысына жеке-жеке тоқтала кетейік.
Ойынға уақыт бөлу керек, әрине, жастық шақтың құпиясы. Оқуға уақыт бөліңдер, бұл білім негізі. Ойлануға уақыт бөлу керек, күш қуаттың қайнар көзі. Достарға уақыт бөлу керек, бұл бақыттың қайнар көзі болып саналады. Арманға уақыт бөлейік, белестерді бағындырады. Денсаулыққа уақыт бөлу керек, бұл өмірдегі ең асыл қазына. Жоспарлауға уақыт бөліңіз, бұл аталған міндеттерді іске асыруға көмектесетін әдіс. Ал енді уақытпен санасасыз ба? Әрине, уақытпен санасу керек. Себебі адам өз уақытын босқа өткізбеу керек екендігін ұмытпайық. Әйтпесе, бос жүріс пайдасы жоқ жандардың қатарын көбейтеді. Әр адам өз уақытын өзіне де, айналасына да пайда келтірер іске арнаған дұрыс болар. Уақыт ешқандай ақшаға да, байлыққа да ауыстыра алмайтын асыл мүмкіндігіміз. Енді осы тапсырмаларды біз ары қарай жалғастырайық. Біз мәтінмен жұмыс жасауымыз үшін алдымен сол мәтін ішіндегі негізгі және қосымша ақпаратты табуымыз керек. Ал оны табу үшін оны мәліметті біліп алуымыз керек екен. Сондықтан мәтін туралы мәлімет ақпарат берейін сіздерге. Мәтіндегі түсініксіз ұғымдарды автордың талқылап, сипаттап, немесе баяндап, логикалық тұжырымдар түрінде беруі негізгі ақпарат деп саналады. Мағыналық бөліктің негізгі мәліметтерін көрсету үшін онда тезистер мен тұжырымдар қолданылады, және олар көбінесе азат жолдың басты идеясы бірінші және екінші сөйлемдер болып табылады. Ал негізгі ақпараттан кейін біз қосымша ақпараттан жұмыс жасаймыз. Ол негізгі ақпаратты қосымша суреттейтін, анықтайтын, қайталайтын, жинақтайтын ақпараттар болып саналады. Ол қосымша ақпарат негізгі ақпаратты кеңейтеді, онда қарастырылатын құбылыстардың мәнін ашып түсіндіреді. Енді кез келген мәтіннің ішінде берілген идеяны нақтылайтын, растайтын, немесе түсіндіретін нақты мысалдар келтіріледі. Және басқа ғалымдардың пікірлерін, дәйексөздерін келтіріп, өзінің ойларын растайды немесе көрсетеді. Енді осы қосымша ақпаратты табу үшін біз көбіне ол сөйлемнің ішінде қыстырма сөздер мен шылау сөздердің кездесетінін ұмытпайық. Сондықтан, мәселен, сол сияқты, атап айтқанда деген сияқты осындай шылау немесе қыстырма сөздер қолданылып отырады. Солармен бірге тағы да, яғни басқаша айтқанда, басқаша түсіндіре кетсек, дәлірек айтқанда, дәлірек және тағы басқа осындай қыстырма сөздерді қолданып барып, біз қосымша ақпаратты таба алады екенбіз. Ал ары қарай мәтіннің ішінен негізгі және қосымша ақпаратты табу үшін мәтінмен таныс болайық. Бірінші тапсырмада бізге берілген тапсырма мәтініміз бұл тіл үйрену жайлы. Тіл үйрену деген тақырыпта оқып түсініп алайық. Мен шетел тілін үйренейін деп едім, бірақ уақытым жоқ деген сөзді жиі естиміз. Мен 38 тіл білемін, сондықтан бұл сылтаудың еш негізі жоқ екенін айтайын. Мәселе уақыттың жоқтығында емес, тәртіптің жетіспейтіндігінде, немесе ерік-жігердің жоқтығында. Тіл үйреніп табысты болу үшін күніне жарты сағат жеткілікті, бірақ осы уақытты пайдаланбай, келесі дүйсенбіден бастаймын демеу керек. Менің көп тіл білуімнің себебі уақытымды босқа өткізбегендігімнен. Тіл үйренумен қатар түрлі спортпен айналыстым, билеуді, театрға, киноға баруды жақсы көрдім, көп оқыдым, яғни уақытты босқа өлтірмедім. Менің бар құпиям осы. Мәтіннен байқағандарыңыздай, бұл жерде тіл үйренуге ешқандай үйірменің, ешқандай бір баратын, айналысатын жұмыстарыңыздың кедергісі жоқ екенін байқадыңыздар. Яғни, осы тіл үйренемін десеңіздер, немесе спортқа қатысам дейтін болсаңыздар, оған алдын ала жоспарлап, және өзіңіздің жоспарлағаныңызды тәртіпке бағына отырып, ары қарай жалғастыруыңыз қажет екен. Сонда ғана өзіңіздің мақсатыңызға жетесіз. Енді осы бойынша тапсырма орындайық. Мәтіннің ішінен негізгі және қосымша ақпаратты табыңыздар. Ал негізгі ақпарат мәтіннің ішінен алынған, бұл кез келген жұмысты бастау үшін уақытты сылтаурату дұрыс емес. Автор осылай жеткізіп отыр, бұл негізгі ақпарат. Ал оған қосымша ақпаратымыз, мен 38 тіл білемін, сондықтан бұл сылтаудың еш негізі жоқ. Мәселе уақыттың жоқтығында емес, тәртіптің жетіспейтіндігінде, немесе ерік-жігердің жоқтығында екендігін жеткізгісі келді. Бұл жерде сондықтан және немесе деген шылаулар арқылы жасалып отыр. Тіл үйреніп табысты болу үшін күніне жарты сағат жеткілікті екенін автор нақтылап айтып отыр. Ал оған қосымша
ақпарат ретінде тіл үйренумен қатар түрлі спортпен айналыстым. Билеуді, театрға, киноға баруды жақсы көрдім. Көп оқыдым, яғни уақытты босқа өлтірмедім деп отырғанымыз бұл қосымша ақпарат. Енді келесі тақырыбымыз бұл негізгі және туынды сөздер. Сөздер құрамы жағынан дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Бір ғана түбірден тұратын негізгі және туынды түбір сөзді дара сөз дейміз. Әрине түбір сөздер бұл ары қарай бөлінбейтін негізгі түбірден тұрады екен. Яғни мағынаның ең басты бөлшегі. Үйрен, сөз, уақыт, тәртіп деген сияқты. Және тәртіпті, пайдалы, егін, достық деген сияқты қосымшалы жалғау арқылы жасалған жаңа мағыналы сөздер болады. Бірақ олардың құрамы бірдей емес. Бірі тек түбірден тұрса, екіншілер түбір мен қосымшадан тұрады. Осыған орай олар екіге бөлінеді: түбір сөз және туынды сөз болып. Түбір сөздер ой, дос, арман, талап, етік, балық болса, туынды сөздер ол ойла, достық, арманшыл, талаптан деген сияқты жұрнақтар жалғау арқылы жасалады. Осы түбір сөзде, қосымшалы сөзде дара сөз болып саналады екен, себебі барлығы бір түбірден тұратындықтан. Әрі қарай енді осыған байланысты біз жаңа кестені толтырайық. Бұл тапсырмаға байланысты берілген бірінші мәтінмен таныс болайық. Уақыт бұл біздің өтіп жатқан өміріміз, біз мұны көбіне біле бермейміз. Уақытымыз өтсе қуанамыз. Адамның босқа кеткен уақытын кері қайтару мүмкін емес. Біз өзіміз уақытты үнемдеп босқа жібермеуге тырысуымыз керек. Мен 5-ші сынып оқушысымын. Өз уақытымды босқа өткізбеуге тырысамын. Әрдайым сабаққа дайындалып жүремін. Бос уақытымда көркем шығармалар, қызықты ертегілер оқимын. Әртүрлі үйірмелерге қатысамын. Кейде уақыттың қалай зымырап бара жатқанын түсінбеймін. Уақыттың бос өткені өмірдің бос өткені деп бекер айтпаған. Біз уақытымыз бен күш-қуатымызды дұрыс жұмсай білуге үйренуіміз керек. Біз үшін ең қымбат нәрсе уақыт. Себебі алтынды кез келген уақытта сатып алуға болады, ал уақытты ешқашан тоқтата алмаймыз. Әрбір сағатымызды дұрыс өткізіп, әрбір күнімізді дұрыс жоспарлап отыруымыз керек. Алтын уақытымызды жақсы істерге жұмсайық. Өскенде неге мектепте жүргенде уақытымды тиімді пайдаланып оқымадым деп өкінбейік. Уақыт бізге берілген үлкен сыйлық. Алтын уақытымызды қадірлей білейік. Осы бойынша енді тапсырма орындайық. Мына кесте бойынша жұмыс жасаймыз. Негізгі ақпаратты мәтіннің ішінен табамыз. Уақыт біздің өтіп жатқан өміріміз. Уақытты кері қайтару мүмкін емес. Уақытты үнемдеп босқа жібермеу керектігі жөнінде автор айтып жатыр. Бұл негізгі ақпарат. Қосымша ақпарат: бос уақытымды көркем шығарма, қызықты ертегі оқуға арнаймын. Біз үшін ең қымбат нәрсе уақыт. Уақыт бізге берілген үлкен сыйлық. Түйін: алтын уақытымызды қадірлей білейік. Ал енді сол мәтіннің ішіндегі түбір сөздерді міне байқап отырсыздар. Уақыт, өмір, қуан, дос деген сияқты көп деген түбір сөздер бар. Ал енді соларға жұрнақ жалғау арқылы жаңа сөздер, қосымшалы сөздер жасап отырмыз. Жаңа сөздер олар қуана, босқа, оқушы, дайында, шығар, қызықты, мектепте, сыйлық, қадірле, әңгімеле деген сияқты. Енді осы түбір сөз бен туынды сөзі екеуі де дара сөз болып саналады, себебі екеуі де бір түбірден тұратындығынан. Түсінген болсаңыздар, балалар, енді біз осы өткен тақырыбымыз, екі тақырып бойынша сіздермен кері байланыс жасайық. Кері байланыс. Бірінші мәтіндегі кейіпкердің сөзімен келісесіздер ме? Біз үшін ең қымбат нәрсе уақыт деген ойды қалай түсінесіз? Уақытты дұрыс пайдаланып жүрмін деп ойлайсыз ба? Уақытты тиімді пайдалану үшін не істеу керек екен? Тіл үйрену, әдеби кітап оқу, спортпен айналысуға қаншалықты уақыт бөлесіз? Осы сұрақтардың жауабын іште өздеріңіз талқылап, өздеріңіздің ойларыңыздан өткізіп, осыларға жауап бересіз деген ойдамын. Бүгінгі сабаққа назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздерге үй тапсырмасы: уақыт алтыннан қымбат деген тақырыпта 70-80 сөзден тұратын эссе жазыңыздар. Назарларыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.